Бүгін Қызылордада көзді аштырмайтын қалың тұман болды. Абай атамыздың сұр бұлтсыз су қаптайды аспан деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Таңертең үйден шыққанда өз көзіме өзім сенбедім. Таяқтасам жер көрінбеді тіпті. Көшеде жүрген көліктердің бәрі бір белгісіз әлемде жүргендей шамдарын жағып алып ақырын жүрді. Шынымды айтсам, бүгінгі қала мүлде басқа бір атмосфераға енді. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай. Бірақ осындай күннің бір қауіпті тұсы бар. Бәріміз асығыс, бәріміздің басымызда мың ой. Дегенмен, достар, айтайын дегенім, 5 минут кешіккен жақсы ма әлде 1 секундта қайталанбас қатеге ұрынып қалу ма? Бастық ренжісін, жұмыс күте тұрады, бірақ өмір ешкімді күтпейді. Сондықтан мұндай күндері жылдамдықты асырып, өзіңізді де, өзгені де қауіпке төндірмеңіздер. Қажет болса 30-40-пен жүріңіз, бірақ аман жетіңіз. Бүгінгі тұман маған бір нәрсе анық түсіндірді. Адам өмірінен маңызды ештеңе жоқ. Сіздер де сақ болыңыздар. Алда тағы осындай күндер болуы мүмкін. Абай жүрейік. Қала біздікі, өмір біздікі.